Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Asıl anılar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Мүміндердің анасы Сәуда Зумға қызы. Аллах оған разы болсын. Мен үшін Сәуда Зумға қызынан сүйікті әйел жоқ, және өзім оған қатты ұқсағым келеді. Сәуда Зумға ибн Қайс қызы Құрайш тайпасының Бәну Әмір ибн Люай руынан, ал анасы Шамус Қайс ибн Зәйд ибн Әмір қызы Нажжар руынан еді. Сәуда өзінің артынша исламды қабылдап, пайғамбарымызға оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, ерген үлкен атасының ұлы Сакран ибн Әмірға тұрмысқа шыққан. Ол екеу кәпірлердің зұлымдығын көп көрсе де, өздерінің жаңа хакики сенімдерін сақтай отырып, имандарына берік, сабырлы болды. Құрайыштар осы жаңа сенімді қабылдағандарды исламнан қайтарып, көп құдайшылыққа келулер үшін оларға қыспақтарын үстеп, қатты зұлымдық көрсетті. Кәпірлердің мұндай тәлкегі жан төзгісіз түрде жалғасып жатты. Сол кезде Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылмандарға Эфиопияға қоныс аударуға рұқсат берді. Сәудамен бірге жаңа қабылдаған сенімдерін құтқару әрекетімен 8 қоныс аударушы Хабаша жеріне сапар шекті. Олардың арасында күйеуі Сакран ибн Әмір мен ағасы Мәлик ибн Зумғалар болды. Олар амалсыздан үй жайларын, туған туыстарын, керек десеңіз, емізулі нәрестелерін тастап кетті. Эфиопияға сапар барысында айнымас сабырлы қалыптарын сақтай отырып, қорқыныштарын іштей жасырған олар, елсіз, жабайы жерлерді түйеге мініп те, жаяу жалпы жүріп өтті. Араб түбегіндегі Сахара күнінің жан төзгісіз шыжғырған ыстығына төзді. Адам аяғы жетпеген, сусыз, елсіз, ұзақ жолдардың көбін артта қалдырды. Бұл машақатты сапарда оларды бір ғана мақсат біріктірді. Ол Құрайш кәпірлерінің көрсеткен тәлкегінен жас сенімді сақтау. Олардың көрсеткен зұлымдықтары өлімнен де бетер етті. Сәуданы Эфиопияда тілі басқа, діні өзге, топырағы жат, бөтен жерде туған туыстарды сағыну, туған жерді аңсау секілді жаңа қиыншылықтар күтіп тұрды. Уақыт оның көздерінде тұрып қалғандай еді. Содан ол сабырмен арқалап жүрген Аллах пен оның елшісіне, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, деген нық сенімін жоғалтпай, мұсылман бауырлармен бірге барша тауқыметтерді бірдей көру үшін Меккеге қайтады. Елге оралған соң көп ұзамай оған кішкентай, әлсіз, қорғансыз 5 бүлдіршінді қалдырып, күйеуі Сакран дүниеден өтеді. Сәуда өте төзімді жан еді. Әкесі Зумға оған барша қиыншылықтарды мойымай арқалауына жәрдем беріп, балаларға қамқоршылары, асыраушылар болған әкелерінің жоқтығын білдіртпеуге иық тіресе ат салысты. Сәуданың бұл күндері ауыр әрі баяу жылжыды. Балаларға қамқор ете жүріп, Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, шақырған жаңа сенімнің бір күні жеңіп шығатындығына үміт арта, балғын сәбилерін ислами тәрбиемен өсірді. Сәуда 2 жасқа қалай жетіп қалғанын өзді аңғармады. Енді оған тұрмысқа шығуға кешеді. Тіршілік тауқыметі мен бейнеті оған бұл жайлы ойлануға да мұрша бермеді. Бірде ол қайғылы жүрегіне қуаныш әкелген, уайымға батқан көңілін жайландырған бір жақсы түс көреді. Сәуда бұл нәрсеге түсінік беретін еш нәрсені ойына келтіре алмады. Оның жауабын іздеуге талпынбады. Түсінде өзіне қарап сәулесін шашып тұрған айды көреді. Осы түс оның қуанышына сүйінші іспеттес еді. Өйткені бұл әйел қуаныштың не екенін
әлде қашан ұмытқанды. Бұл ұлы қуанышты аян еткен түс екеніне қарамастан, мұсылмандардың анасы болу оның ойына кіріп те шықпады. Басынан өткерген осыншалық қиыншылықтан кейін бұл жайт сәуде үшін үлкен марапат, сыйлық болатын. Бұл уақытта Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, үлкен қайғы қасіреттің ауыртпалығында жүреді. Ол құрметті де сүйікті әйелі Қадишадан, Аллах оған разы болсын, айырылғанды. Қадиша қасиетті уахиды тарату жолында Аллах елшісіне, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, құрмет көрсетіп, оған қорған әр жәрдемші ретінде өзінен кейін тек жақсы бейнесін ғана қалдырғанды. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, өңі қашып, мұңайып, Қадишаның өзіне қалай қолғанат болып қамқорлық жасағанын, екеуі бірге өткізген бақытты, ерлі зайыпты күндерін есін алатын. Оны, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне қарап қалған, аналарын аңсап сағынып жүрген қыздарының жағдайы алаңдатады. Аллах елшісінің, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, қайғысы күн өткен сайын артты, ылғи да Қадишаны есін алып көңілсіз күй кешті. Содан соң ешкімнің қаперіне кіріп те шықпаған бір жағдай орын алды. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, Меккелік мұхажирдің жесірі Сәуда Зүмға қызындай сабырлы әйелге, көрген бар бейнетінің зейнетіндей мұсылмандардың анасы болу үшін Хәуләні, Аллах оған разы болсын, жіберіп сөз салдырады. Бұл жағдайдың мән жайы былай өрбігенді. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, ішінен тынып, қайғырып жүргенін айтпаса да көріп жүрген сахабалар оған көмектесудің жолын қарастырды. Аллах елшісінің, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, үй жайына ие, өзіне қамқор, қыздарына ана болатын бір әйел қажет деп ойлады. Олар бұл ойларын пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне тура барып айта алмады. Өйткені оның ішкі жан дүниесі қандай жағдайда екенін ешкім білмейді. Сахабалар бұл нәрсені Хәулә Хаким қыз деген сахаба әйелді араға салып, іске асыруға уағдаласады. Хәулә сахаба Осман ибн Мазғунның, Аллах оған разы болсын, әйел еді. Бұл екеуі де бір кездерде Эфиопияға қоныс аударған және Құрайыштардың көрсеткен қиянаттарының алдында бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мұсылман бауырларының қасынан табылу үшін ол жақтан алғаш қайтып оралғандар еді. Хәулә дархан пейіл пайғамбарымызға, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, үйлену жайлы ұсынысты жеткізудің ебін тапты. Ерік жігермен ойын жинақтап пайғамбарымызға, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, батыл келді. Сөйтіп жанына жайғасып, ақырын Қадишаны еске ала отырып әңгіме бастады. Бірте-бірте әңгіме барысында пайғамбарымызға, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, қазіргі күйбең тіршілік талабы үйге қарап, қыздарға бас көз болатын бір әйел кісінің керек екенін астарлап отырып жеткізді. Саған неге үйленбеске деп сұрады пайғамбарымыздан. Оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, Хәулә, Қадишадан кейін кімге үйленейін деді мұңайып пайғамбар. Оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, Хәулә, қаласаң қызға, қаласаң әйелге деді. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, қызың кім деді. Өзіңнің жүрегіңе жақын адам, Әбу Бәкірдің қызы Айша деп жауап берді Хәулә. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, біраз үнсіз отырып
Ал әйел кім деп сұрады. Хаула, Аллахқа сеніп, иман келтірген, өзіңнің соңынан ерген әйел, Сәуда Зумға қыз деді. Бұл есімді естігенде пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, бейтарап күйде қала алмады. Ол, ислам үшін кәпірлердің зұлымдығына төзіп, ислам үшін бөтен елге қоныс аударған, және ол жақтан оралған соң күйеуі дүниеден өтсе де жасымай, балғындарына үнемі қамқорлық көрсеткен, иманы берік, мұхажирдің жесірі мұсылман әйел Сәуде еді. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, оған деген аяушылық сезім оянды. Содан соң Хаулаға, Сәудаға үйленуге келісетіндігін жеткізді. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, Сәудаға оның басында қайғы-қасірет ауыртпалығын жеңілдетіп, балаларының тәрбиесіне қарасу үшін, Сәуданың да өз қыздарына үй ішіне бас көз болатындығына үміт артып үйленді. Бұл пайғамбарлықтың 10-шы жылы Рамазан айы еді. Хаула Сәудаға алғаш бұл хабарды жеткізіп, оның жауабын сұрағанда, мұсылмандардың анасы атанатындығы оның ойына кірмеген нәрсе болатын. Ол келісімін беріп, шексіз қуаныштан төбесі көкке жеткендей күй кешті. Жұрт мұны естігенде өз құлақтары өздеріне сенбей, сұлулығы да сымбатты жоқ, егде жастағы жесір Құрайштар ханымының Қадишаның орнын баспақшы деп күңкілдесті. Сәуда пайғамбардың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне бүлдіршіндеріне қарайласу, тұрмыс тіршілігінің қиындығын жеңілдету, оған деген мейірімділігі мен құрметі әр басына түскен бар ауыртпалықты иық тіресе бірге көтеру үшін үйленгендігін жақсы түсінді. Өйткені бұл салмақты да салиқалы әйел, басқалар сияқты әйелдік сезім қалауы жайлы ойлаған емес. Және пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, оны мұсылмандардың анасы деңгейіне көтергенінің өзі оған жететінді. Сәуданың өзі болса баяу қозғалатын, салмағы ауыр кісі еді. Оның баяу жүрісіне Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, қалжыңдап жиі күлетін. Бірде Сәуда пайғамбарымызға, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, сенің артыңда намаз оқығанымда, рүкухта шыдай алмастан мұрнымнан қан ағып кетпесін деп, қолым мен мұрнымды қысып тұрдым дейді. Оның мұны айтудағы мақсаты Аллах елшісінің, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, рүкухта ұзақ тұратындығын меңзеу етті. Сәуданың айтқанына пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, жымиып езу тартқан. Ол пайғамбарымыз бен, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, оның қыздарына қолынан келген бар қамқорлығын аямады. Сол арқылы Аллах елшісінің, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, үйіне бақыт пен қуаныш кірді. Ал Айша, Аллах оған разы болсын, ұзатылып келгенде ол үшін Сәуда ең жақсы бөлмені әзірлеп, аял алақаны мен қамқорлығын алды. Сонымен қатар жалғыз Айша ғана емес, одан кейін келген Зайнап, Қапсалардан да өзінің кеңдігін аямады. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, оны қатты құрметтеп бағалай білетін. Ол, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, барлық әйелдеріне бірдей тең қарап, олардың үйлеріне кезекпен қонатын. Осылайша бірде Сәуданың кезегі келгенде Сәуда онымен, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, жұбайлық қатынасын тоқтатып, кезегін Айшаға беру жайлы сөз қозғайды. Бұл пайғамбарымыз үшін, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, күтпеген кездейсоқ таң қаларлық жағдай еді. Сабырлы да шыдамды әйел, пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын,
көңілімен жан дүниесіне батқан ұсыныстың ауырлығын сезді. Ішкі жан дүниесі аласырып жатқанын бірден түсінді. Өзде қас пен көздің арасында қолындағы бар асылын жоғалтуы. Аллах елшісінің, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, өзімен бір жолы ажырасып кетуі мүмкін екенін де жақсы білді. Үн қатып, бірдеңе дей алмаған соң сыбырлап: «Уа, Аллахтың елшісі, мен өзіңнің әйелің етіп қалдыр. Аллахпен ант етейін. Қазір күйеу менің не теңім. Бірақ құдіреті күшті Аллахтан тілерім, ақырет күні өзімді сенің жарың етіп қалдыру», деді Сәуде. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, оған аяушылықпен назарын аударды. Араларында тылсым, үнсіздік орнады. Сәуденің бойын мұң мен қорқыныш биледі. Оның ауырлығы жанын күл парша еткендей турады. Ол өзінің қақысы жоқ нәрсені сұрап тұрғандай күй кешті. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, үнсіз отыра берді. Ал Сәуде сабырмен күтті. Дәрменсіздік меңдеген Сәуденің қартайған ауыр денесі соңғы кездері сыр бере бастағанды. Оның ендігі жалғыз тілек қалауы бұл өмірде Аллах елшісінің, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, жанында қалып, ақыретте онымен әйелдерінің қатарында кездесу еді. Ойына қайтадан өтініш оралып, тамағына көлденең сүйек тұрып қалғандай булығып: «Мені қоя бер, уа Аллахтың елшісі. Егер Айшаның жасында болсам, әңгіме басқа еді. Мен басқа елдер қалайтын әйелдік сезімінде қаламаймын», деді. Сәуденің дархан жомарттығы мен кең пейілдігі пайғамбарымызға, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, әсер етпей қоймады. Өзінің сұрауына жауап күткен Сәуде пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, маңдайынан сүйді. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, үндемеген күйі намаз оқуға шығып бара жатып, тынығу үшін қайтып келетінін айтты. Содан соң Біләлдан, Аллах оған разы болсын, азан айтуын сұрады. Азан дауысы оның көңілін тыныштандырды. Сәуде өз өтінішін пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, қабыл алғанын сезіп, жан дүниесіне қуаныш оты жүгіріп, бойын шаттық биледі. Ол өз көңіл қалауының тазалығы мен ниетінің дұрыстығын пайғамбар, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, түсінгеніне көңілі жай тапты. Ұлы Аллах тағала Мұхаммедке, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, егер әйел күйеуінің салқын қабақ танытуынан немесе бетін теріске салуынан қорықса, ол екеуіне араларын келісім мен түзетулерінде күнә жоқ. Келісімге келген абзал. Нәпсілер сараңдыққа әзір жаратылған. Егер жақсылық істесеңдер және тақуалық қылсаңдар, шындығында Аллах не істегендеріңнен толық хабардар деген уахи жіберді. Ниса сүресі 128 аят. Міне осылайша Сәуде Зумға қызы пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, үйінде Аллахтың өзіне берген бар нығмет игілігіне шүкіршілік етіп, разылығын білдіріп, өмірде мұсылмандардың анасы, жәннатта пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, жары болып қалды. Аллахтың көрсеткеніне тәубе деп, бергі иманмен өмір сүрді. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, Сәудені өзі дүниеден өткенге дейін тастаған жоқ. Сәуде әділді шыншыл Омар ибн Хаттабтың, Аллах оған разы болсын, уақытына дейін ғұмыр кешіп, жаратушысы Аллах пен күйеуі пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын,
жүзін көруге, тағдырына разы пейілде шүкіршілік етіп, дүниеден өтті. Аллах оған разы болсын. Rasulullah